Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге цветная капуста и брокколиден салат жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: цветная капуста, брокколи, бір сары бұрыш, қызыл бұрыш, 2 қызанақ, 2 қияр, 1 сәбіз керек болады. Брокколимізді осылай кесіп турап аламыз. Кесіп алған брокколимізді қайнап тұрған суға 1 қасық тұз салып, қайнатып аламыз. 3 минут аралығында қайнатып аламыз. Одан көп қайнатудың қажет жоқ. Брокколиді 3 минут аралығында қайнаттық. Енді оны сүзіп аламыз. Оны салқын суға салып, жуып аламыз, немесе салқын суға, мұздай суға салып қою керек азырақ уақыт. Енді цветная капустамызды да осылай турап аламыз. Осылай кесіп аламыз. Видеодағыдай қарап шықсаңыздар болады. Дәу болса осылай ажыратып қоюға болады. Оны да жаңағы суға 5-7 минут аралығында қайнатамыз. Бұл цветная капустамыз кішкене көбірек уақыт қайнайды. Енді оны да сүзіп алып, салқын суға тағы да шайып аламыз. Салқын сумен жуып аламыз. Енді қызыл бұрыш пен сары бұрышымызды осылай ашып аламыз. Осылай ішін тазалап аламыз. Сосын онда суға жуып, видеодағыдай етіп, майдалап, турап шықсаңыздар болады. Сары бұрышты, қызыл бұрышты бәрін майдалап, турап алдым. Өзіңізге ыңғайлы етіп, турап шықсаңыздар болады. Енді жаңағы сәбізімізді теркадан өткізіп шығамыз. Өткізілген сәбізді кішкене осылай басып, сәбізді саламыз. Енді қиярды алып, 4-ке бөліп, оны да майда бөліктерге бөліп, кесіп шығамыз. Енді қызанағымызды керексіз жерлерін алып тастап, онда майда бөліктерге бөліп, турап аламыз. Енді чесногымызды да майдалап, турап шығамыз. Майда бөліктерге бөліп, турап аламыз. Болмаса, онда майда теркадан өткізуге болады. Біздің салатымыздың көрінісі өте керемет, тәбеташарлық салат болып жатыр. Салатымызға кинза салсаңыздар болады, немесе укроп қосуға болады. Өз қалауыңыз бойынша мен кинза салдым. Енді оның үстіне паприка,
1 қасық паприка салдым. Қаласаңыздар қосымша дәмдеуіштер қосуға болады. Енді өз дәміне қарап, өз қалауыңыз бойынша тұзын саламыз. Сосын қызып тұрған майды чесноктың үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болып қалды. Тұзын тағы да көріп салуға болады үстінен. Енді оның үстіне 1 қасық соевый соус та қосуға болады. Сосын бәрін жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын. Үй жағдайында осылай жасап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Керемет. Дәмі де, көрінісі де өте керемет салат. Құрметті көрермендер, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.